Ресей Қазақстандағы миллиондаған тарихи отандасын яки орыстарды еліне қайтарып алмақшы. Себебі теріскейдегі көршімізге қоныс аудару бағдарламасы бойынша көшіп келушілер легі күрт азайған. Мәскеу бұл жағдайды қазақ жерінде тұратын миллиондаған орыстың есебінен түзетуге үмітті. Версия басылымының сарапшылары Қазақстаннан Ресейге көшуі мүмкін отандастар саны шамамен 3 миллион адамға жетуі ықтимал дейді. Халық Ресейге үдере қоныс аударса, ресми Мәскеудің демографиялық жағдайына айтарлықтай оң әсер етері анық. Негізі санаққа сенсек, соңғы жылдары бізден көрші мемлекетке көшіп жатқан азаматтар саны бойынша өзге елдерден айтарлықтай озып тұр. 11.100 адам жыраққа кеткен. Бұған таңғалудың да қажеті жоқ. Бәрімізге аян, КСРО ыдырағаннан кейін Қазақстанда орыстар ел халқының жартысына жоқ бөлігін құраған. Алайда олардың үлесі жыл сайын азайып келеді. Авторлардың дерегіне сенсек, 2009 жылы Қазақстандағы орыстар саны 3,8 миллион адам болған, бұл ел халқының 23,7% екен. Ал 2021 жылы 3 миллионға жуық адамды құраған. 2022 жылы Украинадағы соғыс басталғаннан кейін жағдай күрт өзгерді. Көші-қон легі кері бағытқа, яғни Ресейден Қазақстанға қарай ауысқаны белгілі. Версия басылымы франциялық әлеуметтанушы Марлен Лариольдің пікірін келтірген. Ол 2021 жылы Қазақстанда орыс диаспорасының үлесі азайған сайын олардың Ресейге көшу қарқыны да артуы мүмкін деп жазған екен. Маман мұны елдегі ақпараттық кеңістіктің біртіндеп қазақ тілді бола бастауымен байланыстырған көрінеді.